Сәлем достар, бүгін өзбек халқының шорпасын дайындайтын боламыз. Алдын ала қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, қуыратын боламыз. Етіміз ондай қатты емес, осылай жай қуырылғаннан соң үстінен пиязымызды, сәбізімізді салып, 2-3 минутқа ғана қуыратын боламыз. Оның үстінен болгар бұрышын салып, қызанағымыз салып, барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сарымсағымыздан 2-3 қана тістін салып, дәмдеуіш салып, оның үстінен ноқатымызды саламыз. Ноқатты алдын ала 1 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Барлығын жақсылап араластырылғаннан соң қайнап тұрған су құйып, жай отқа 1,5-2 сағатқа жақсылап қайнататын боламыз. Осылай қайнап, бетін жауып, қойып қоямыз. Осылай қайнап шыққаннан соң, үстінен картопымызды салып, туралған ақ пиязымызды осылай салып, 20 минутқа тағы да кішкене қайнатып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіз.